Шымкентте парламент сенатының депутаттарын сайлау өтті. Шаһардағы 29 халық қалаулысы үміткер ретінде тіркелген 6 кандидаттың арасынан өз таңдауын жасады. Шымкентте парламент сенатының депутаттарын сайлау өтті. Үміткерлер қатарында Банк-Центр кредит акционерлік қоғамының Шымкент қаласы филиалының қызметін қолдау басқармасының бастығы Серік Алданов, Шымкент қалалық мәслихатының хатшысы Нұрлан Бекназаров, Global A жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Бижан Жылкелдиев, Манкент шипажай акционерлік қоғамы бас директорының орынбасары Ғани Қарабеков, уақытша жұмыссыз Дархан Сатыбалды және Шымкент сауда жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Асқарбек Үркімбаевтар болды. Шымкент қаласы бойынша барлығы 9 кандидат өтініш білдірді. Өзін-өзі ұсынушы Мырзағалиев Серік Бақтиярұлы Қазақстан Республикасында сайлау туралы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының 72 және 73 баптарында көрсетілген талаптарды өз мерзімінде орындамағаны үшін кандидат ретінде тіркелген жоқ. Қалған 8 өтініш беруші депутатқа кандидат болып тіркелді. Кандидаттар Доронин Владимир Анатольевич пен Майханов Ғалымжан Тастанович 2018 жылдың 1 қазан күні отбасылық жағдайларына байланысты өз кандидатураларын алып тастау туралы өтініш білдірді. Өтініштер комиссия отырысында қаралып, сайлау туралы заңның 74 бабына сәйкес қанағаттандырылды. Нәтижесінде сайлау бюллетеніне 6 кандидат енгізілді. Сайлау қорытындысы бойынша Дархан Сатыбалды 21 дауыспен, Шымкент қалалық мәслихатының хатшысы Нұрлан Бекназаров 21 дауыспен жеңіске жетті. Енді қалалық сайлау комиссиясы сайлау қорытындыларын орталық сайлау комиссиясына жолдап, сайлау нәтижесін ресми түрде жария етеді. Қасым Хабибуллаұлы, Нұркен Жалбиев, Нар Ньюс.